Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз жолдасым екеуміз Стамбулдың Фатех Eminönü деген районына келдік. Бұл аудан туристік аудандардың бірі болып саналады. Ішінде базары бар, қыдыратын жерлері бар. Стамбулға келетін болсаңыздар, міндетті түрде осы жаққа келіңіздер. Біз енді мына жақта қыдырып, балаларды үйге тастап, атақты жаңғақтарын, локумдарын алып қыдырып жүрміз. Біздің қарсы беттегі Малтепе деген ауданда болғаннан кейін, мына жаққа бізге примерно шамамен 2 сағаттай уақытымыз жолда кетеді, егер көлікпен келетін болсақ, пробка болса. Сондықтан біз ондай алыс жерлерге көбінесе мотоциклді қолданып барамыз, ешқандай пробкасыз, машинаның арасынан жып-жып етіп өтіп кетеміз. Біз қыдырып болдық, енем звондады, балалар жылап жатыр екен. Соған бара жатырмыз, жолды қысқарту керек. Сондықтан біз қазір Силкечи Халич деген жерде көліктерді тасымалдайтын паромға міне саламыз. Бұл жерде кіргеннен кейін, бағасын төлегеннен кейін, мына жерде барлық көліктер мына жердегі полоскаларда очередьқа тұрады. Біз келгенде аса кезек болмады, сондықтан бірден кірдік. Ұсынарлап жүрміз. Қазір біраздан кейін қозғаламыз. Шамамен мотоцикл үшін 17 лира төледік. 17 лира дегеніміз шамамен 425 теңгедей болады. Бір жақ бағытқа баруға. Неге басқа көліктерден енді біздің паромымыз қозғалды. Неге жолды осылай қысқартады түріктер? Паромның кіреберісінде қадағалаушы тұрады, көліктердің кімнің қай жерге тұратынын көрсетеді. Содан кейін паромға бәрі мінгеннен кейін көліктегі адамдардың барлығы ұшады, беттеп үстіңгі қабаттарға көтеріледі. Жүрегі жалғап алатын жерлері де бар, шай сататын жері бар. Сосын осылай ашық жерлері, жабық жерлері бар. Мынандай таза ауада әдемі көріністі тамашалағысы келсе, осылай сыртқа шығады. Тоңғақ адамдар ішінде отырады деген сияқты. Жаз кездерінде қатты ыстық болған кезде ішінде кондиционер барлық жұмыс істейді, сол жерде отырады кісілер. Мінекей осындай керемет пейзажды көріп, жолымызды қысқарттық. Алдағы кемелер, жүк кемелері, әртүрлі елдерден келген жүк тасымалымен айналысатын кемелер. Шағалалар ұшып жүр. Ал мінекей біз келдік. Енді өзіміздің районымызға дейін кішкене 20 минуттай жүреміз.